Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі асатын тамағымыз рассольник. Өте тамаша әрі жеңіл тамақтардың бірі. Бүгін мен барлығын дайындап, 2-2,5 литр суға етімді салып қайнататын боламын. Бұл қайнаймын дегенше мен мына рассольниктің арпаны жарты сағат суға салып, қайнап тұрған суға салып, жарты сағатқа қойып қоямын. Кейіннен жуып, ет қайнап көбігін алғанда қосамын. Біздің қазанымыз қайнап, даяр болғанша біз сәбізді, жуаны, болгарды, картопты турап, қурмалауға дайындап қойып жатырмыз. Қазір турап бастаймыз. Қайнап, сорпасының көбіктерін алып жатырмыз. Күшті қайнап жатыр ет деген. Сорпамыз қайнап, әдемі қылып көбігін алдық. Енді немізді қайнаған суға салып қойған жуып, тап-таза қылып, енді сорпаға саламыз бұны. Арпамызды салдық, жайлап, қайнап бастап жатыр. Енді ол арпа қайнап, жай қойып қоямыз. Оған дейін мыналардың бәрін дайындап, туралап, қазір болгарскийін турап қурамыз. Бүгінгі рассольнигіміздің цветі күшті болады. Керемет. Арпамыз қайнап, етпен бірге қайнап тұр, жайлап. Енді бұл қайнағанша біз мыналарды турап, қурмалап дайындайтын боламыз. Барлығын қиярын да, огурцын да, сәбізін, жуа, картоп, болгарский барлығын қуратын боламыз. Сосын айта кететінім, қыздармен қазір мыналардан қосам, барлығын араластырғанда. Осылардан әрқайсысынан жарты қасық чесноктың, кептірілген чесноктан қосам, суп переправасынан қосам, и сосын паприкадан қосам. Универсальный. Негізі мен үйде бар переправаларды қолдана берем, негізі. Осыларды саламыз. Осыған қайнап уже пісіп қалды. Картопты қосып, бірге қайнатамыз. Сорпаға, қуырғанға картопты салуға болмайды. Енді өзін қуырмалаймыз, кішкене май тамызып. Енді осыған жуаны қуырып, сатып аламыз. Жуамыз қуырылды, сәбізді салып, жақсылап қайнатып, қуырмалап, пісіріп аламыз. Енді соленый огурцымызды салып, бұларды да жақсылап, қуырмалап, сәбіз піскенше қуырмалаймыз. Енді болгарскийімізді салып, барлығын жақсылап қуырмалаймыз. Татымына қарай тұз саламыз. Кім қаласа, переправа, барлығын сала береміз. Паприкасын, лавровыйын саламыз енді. Менде үйде чеснок бар. Сушеный чеснок салдым. Паприка. Енді суын құямыз, кішкене тоқтырып, қайнатып қоямыз. Енді томат салып, ұлғаймыз. Еттерінің бәрін сүзіп алып, майдалап турап, сорпаға қайтадан саламыз. Сол етті сорпаға салып, баяу қайнатамыз. Сәбізіміз бәрі күшті болып пісіп тұр. Енді анаған қосамыз.
осының барлығын қосып біргелікте қайнататын боламыз. Барлығын бұлғап, бұқтырып қайнататын боламыз. Тамағымыз дайын. Бәрін қосқасын 15 минут жақсылап қайнаттық. Бір-біріне дәмі сіңді. Қыздар өте тамаша әрі дәмді. Біздің рассольник даяр. Өте тамаша. Өте дәмді болып шығады, қыздар. Осы рецептпен істеңдер, маған тіркеліп, лайк басып кетіңдер, қыздар.